Құрметті тыңдарман, жүрегін арнасына қош келдіңіз. Бұл арнада өмірдің өзінен алынған адам тағдыры мен отбасы құндылықтарын, бауырмалдықты, махаббат пен кешірімді арқау еткен жүрекке жетер әсерлі әңгімелерді тыңдай аласыздар. Бүгін сіздерге ағасы үшін түрмеге түскен іні атты тағдырлық хикаяны ұсынамыз. Бұл туған бауырға деген сенім, ауыр таңдау, өкініш пен кешірім туралы ой салатын әңгіме. Әңгімеміз көңіліңізден шықса, жүрек үні арнасына жазылып, лайк басып, жылы пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Жайғасып отырыңыз, құрметті тыңдарман. Жүрекке жетер әңгімемізді бастайық. Ағасының орнына түрмеге түскен іні. Қарасай ауылы түн тыныштығына енген. Алыстан иттердің үргені ғана естіледі. Ауыл шетіндегі Жақып ақсақалдың үйінде жарық әлі сөнбеген еді. Ас үйде Күләш ана екі ұлын күтіп отыр. Үлкені Ғабит. 30-ға енді толған. Мінезі қызба болғанмен ауылда беделді жігіт. Саудамен айналысып, соңғы жылдары жағдайын түзеп алған. Кішісі Нұрбек. 23 жаста. Мінезі сабырлы, көп сөйлемейтін. Әке-шешесіне жақын бала еді. Сол түні сағат 12-ден асқанда аулаға көлік қатты жылдамдықпен кіріп келді. Күләш ана шошып орнынан тұрды. Есікті Ғабит ашты. Жүзі бозарып кеткен. Қолдары дірілдейді. «Ғабит, не болды?» деді анасы алаңдап. «Ештеңе болған жоқ». «Ештеңе болған жоқ дейтін түрің жоқ қой, балам». Ғабит жауап бермеді. Бөлмесіне кіріп, есігін жауып алды. Мұның бәрін Нұрбек байқап тұрған. Біраздан соң ол ағасының бөлмесіне кірді. «Аға, не болды?» Ғабит терезе алдында үнсіз тұрды. «Нұрбек, мен үлкен қателік жасадым». «Қандай?» Ғабит екі қолмен бетін басты. «Адам қағып кеттім». Нұрбектің тұла бойы мұздап сала берді. «Не дейсіз?» «Жолдың ортасына шыға келді. Тоқтай алмадым». «Жедел жәрдем шақырдыңыз ба?» Ғабит көзін тайдырып әкетті. «Жоқ». «Неге?» «Қорқып кеттім». Нұрбек сенер-сенбесін білмеді. «Ол адам тірі ме?» Ғабит үнсіз қалды. Осы үнсіздік бәрінен қорқынышты еді. Бірнеше секундтан кейін Ғабит інісінің иығынан ұстап: «Нұрбек, мені тыңда. Егер полиция мені ұстаса, бәрі бітеді. Кәсібімнен айырыламын. Үйді банк алып қояды. Әкемнің қарызын кім төлейді? Анамызға кім қарайды? Бірақ адамды қағып кеттіңіз ғой». «Білемін». Ғабиттің даусы дірілдеп шықты. Сол кезде есік сыртынан ыдыстың жерге түскен дауысы естілді. Екеуі жалт қарады. Табалдықта Күләш ана тұр екен. Ол бәрін естіген. «Ғабит», деді анасы дірілдеген дауыспен. «Балам, полицияға өзім бар. Қатерліктен қашқан сайын күнәң ауырлай береді». Ғабит үнсіз қалды. Бірақ дәл сол сәтте сырттан көлік дауысы естілді. Бірнеше секундтан кейін аула қақпасы қатты қағылды. «Полиция! Есікті ашыңыздар!» Күләш ананың өңі қашты. Ғабит інісіне қарады. Оның көзінде қорқыныш бар еді. Сосын Нұрбектің өмірін бір жола өзгертетін сөзді айтты. «Інім, мені бір рет құтқарып қалшы». Нұрбек ағасына үнсіз қарады. Ол сол түні қабылдайтын шешімнің өміріндегі ең үлкен өкінішіне айналарын әлі білмеген еді. Қақпа тағы да қатты қағылды. «Полиция! Есікті ашыңыздар!» Үй ішін өлі тыныштық басты. Күләш ана екі ұлына кезек қарады. Ғабиттің өңі қашып кеткен. Ал Нұрбек не істерін білмей орнында қатып тұр. «Інім», деді Ғабит сыбырлап. «Көлікті сен жүргіздім десең?» Нұрбек ағасына жалт қарады. «Не айтып тұрсыз? Сенің отбасың жоқ. Сот жеңіл жаза беруі мүмкін. Ал менің мойнымда қарыз, кәсіп, әке-шешеміз бар». «Жоқ», деді Күләш ана. «Бір баламды құтқарам деп, екіншісін отқа тастамаймын». Ғабит анасының алдына тізерлей кетті. «Апа, мен түрмеге түссем, бәріміз далада қаламыз. Үй кепілде. Әкемнің еміне алған қарызымыз бар. Нұрбекке көмектесемін. Ең мықты адвокат жалдаймын. Оны жалғыз қалдырмаймын». Нұрбектің құлағына бір ғана сөз қадалды. Әкемнің емі. Соңғы айларда Жақып ақсақалдың денсаулығы сыр беріп жүрген. Қарыздың көбейгенін Нұрбек те білетін. Қақпа үшінші рет қағылды. «Ашпасаңыздар, өзіміз кіреміз». Күләш ана Нұрбектің қолынан ұстап:
Балам, ағайын үшін жан беру ерлік шығар. Бірақ біреудің күнәсін мойнына алу ерлік емес. Өтіріктің соңы жақсылыққа апармайды. Нұрбек анасының жасқа толған көзіне қарады. Сосын ағасына бұрылды. Егер мен мойныма алсам, мені ұмытпайсыз ба? Ғабит інісін құшақтап алды. Қалай ұмытамын? Сен менің туған інімсің. Қанша ақша керек болса да табамын. Сені көп отырғызбаймын, ант етемін. Нұрбек көзін жұмды. Бала кезінде Ғабит оны талай рет төбелестен қорғаған. Мектепке алғаш барған күні қолынан жетектегенде осы ағасы еді. Енді сол ағасы оның алдында дірілдеп тұр. Нұрбек ауыр дем алды. Жарайды. Нұрбек, деп анасы айқайлап жіберді. Апа, әкемді ойлаңыз, мен шыдаймын. Ол сыртқы есікке қарай жүрді. Қақпаны ашқанда екі полиция қызметкері тұр екен. Бұл үйдегі көк түсті көлік кімдікі? Деді бірі. Нұрбек артына бір қарады. Ғабит терезенің тасасында тұр. Сол сәтте Нұрбектің жүрегі бір түрлі шімете қалды. Бірақ енді шегінуге кеш еді. Көлікті бүгін түнде мен жүргіздім, деді ол. Полиция қызметкері оның көзіне тік қарады. Онда бізбен бірге жүресіз. Күләш ана баласының қолына кісен салынған көргенде, құлыным, деп еңіреп жіберді. Ал Ғабит үйдің ішінде үнсіз тұрды. Нұрбек полиция көлігіне отырар алдында ағасына соңғы рет қарады. Сол сәтте ол Ғабиттің көзінен қорқынышпен бірге әлдебір жеңілдікті байқап қалғандай болды. Полиция көлігі ауылдан ұзай бергенде, Нұрбек терезеден туған үйіне соңғы рет қарады. Қақпа алдында Күләш ана әлі тұр еді. Бір қолын кеудесіне қойып, екінші қолын баласына қарай созған. Нұрбек басын төмен түсірді. Бәрі уақытша. Ғабит аға адвокат табады. Мен көп отырмайым. Ол өзін осылай жұбатты. Бірақ аудандық полиция бөліміне кіргенде ғана істің өзі ойлағаннан әлдеқайда ауыр екенін түсінді. Тергеуші алдына бірнеше қағаз қойды. Жол апаты түнгі 11-лер шамасында болған. Жәбірленуші ауруханаға жеткізілгенімен есін жимаған. Нұрбектің жүрегі зу ете қалды. Тірі ме? Әзірге тірі. Жағдайы өте ауыр. Нұрбек терең дем алды. Тергеуші оның жүзіне мұқият қарады. Көлікті сіз жүргіздіңіз дейсіз бе? Иә. Қайдан келе жаттыңыз? Нұрбек кідіріп қалды. Ғабит бұл туралы ештеңе айтпаған. Ауданнан. Қай жерден? Досымның үйінен. Досыңыздың аты кім? Нұрбектің алақаны терлей бастады. Өтіріктің бір өтірікті сүйреп келе жатқанын енді сезді. Есіме түспей тұр. Тергеуші қабағын түйді. Досыңыздың аты есіңізге түспей ме? Нұрбек үнсіз қалды. Сол кезде тергеуші тағы бір суретті алдына қойды. Жол бойындағы жанармай бекетінің камерасынан алынған кадр екен. Көк көлік анық көрінеді. Апатқа дейін 40 минут бұрын түсірілген. Рөлде отырған адамның түрі толық көрінбейді. Бірақ бір нәрсе қызық. Нұрбектің тынысы тарылды. Не нәрсе? Жүргізушінің үстінде ашық түсті күрте болған. Тергеуші Нұрбектің қара күртесіне қарады. Ал куәгерде жүргізушінің үстінде ақшыл киім болғанын айтты. Нұрбек жауап таба алмады. Киімін дауыстырдым, деді ақыры. Тергеуші біраз үнсіз отырды. Нұрбек, біреуді қорғап отырған жоқсыз ба? Осы сұрақ оның жүрегін қақ айырғандай болды. Бірақ ол ағасының сөзін есіне алды. Сені көп отырғызбайым, ант етемін. Жоқ, көлікті мен жүргіздім. Таңға жуық Нұрбекті уақытша ұстау бөлмесіне кіргізді. Темір есік жабылғанда ғана оның бойын шынайы қорқыныш биледі. Ал дәл сол уақытта үйде Күләш ана Ғабиттің алдына келіп тұр еді. Ертең-ақ полицияға барасын, деді ол. Ғабит үнсіз қалды. Естідің бе? Ініңді құтқарасын. Ғабит терезеге бұрылды. Апа, енді кеш. Не айтып тұрсың? Ғабиттің жауабы Күләш ананың жүрегін мұздатты. Егер қазір шындықты айтсам, екеуміз де жауапқа тартылуымыз мүмкін. Күләш ана баласына ұзақ қарады. Сол түні ол алғаш рет өз ұлын танымай қалғандай болды. Таң атқанша Күләш ана көз ілмеді. Ғабит ас үйде үнсіз отыр. Ал Жақып ақсақал болған жағдайдың бәрін әлі толық білмейтін. Әйелі оған, Нұрбекті полиция сұраққа алып кетті деп қана айтқан еді. Балам қайда? Деді Жақып ақсақал таңғы шай үстінде. Күләш ананың қолындағы кесесі дірілдеп кетті. Бүгін сот болады. Қандай сот? Осы кезде Ғабит басын төмен салды. Күләш ана шыдай алмай бәрін айтып берді.
Жақып ақсақал үнсіз тыңдап отырды. Әңгіме аяқталғанда ол орнынан баяу тұрып, үлкен ұлының алдына келді. Ғабит, көлікті сен жүргіздің бе? Ғабит жауап бермеді. Мен сенен сұрап тұрмын. Иә. Жақып ақсақалдың жүзі сұрланып кетті. Сонда інінді өз орнына жібердің де? Әке, мен бәрін түзетемін. Қалай? Қарттың даусы дірілдеді. Ақшамен бе? Адвокатпен бе? Баламның жоғалған жылдарында сатып алып бересің бе? Ғабит үнсіз қалды. Түстен кейін сот залында Нұрбектің бұлтартпау шарасы қаралды. Күлеш ана баласын көрген бойда көзіне жас алды. Құлыным. Нұрбек анасына күлімсіреуге тырысты. Сосын артқы қатарда отырған Ғабитті көрді. Ағасы көзін тайдырып әкетті. Нұрбектің жүрегіне алғаш рет күдік кірді. Неге қасыма келмеді? Судья іс материалдарын оқып шықты. Жәбірленушінің жағдайы әлі ауыр. Күдіктінің оқиға орнын тастап кеткені және тергеу барысында жауаптарында сәйкессіздік бары ескеріліп, тергеу кезеңінде қамауда ұстау туралы өтініш қанағаттандырылсын. Күлеш ана. Жоқ, деп орнынан тұрып кетті. Нұрбек болса үнсіз қалды. Ол ағасына қарады. Ғабит әлде төмен қарап отыр. Нұрбекті залдан алып шыға бергенде ол, аға, деп дауыстады. Ғабит басын көтерді. Адвокатты ұмытпаңыз. Ұмытпаймын інім. Бәрін шешемін. Нұрбек осы сөзге тағы да сенгісі келді. Бірақ сол кеште Ғабитке бейтаныс адам қоңырау шалды. Ғабит мырза? Иә. Апат болған түні сіздің көлігіңізді көрген адаммын. Ғабиттің өңі қашты. Не керек? Арғы жақтағы адам баяу күлді. Мен рөлде Нұрбек болмағанын білемін. Ғабиттің қолындағы телефон дірілдеп кетті. Сен кімсің? Кім екенім маңызды емес. Маңыздысы, менде сол түннен қалған дәлел бар. Бір сәт үнсіздік орнады. Сосын әлгі адам. Егер оның полицияға жеткенін қаламасаңыз, ертең ақша дайындаңыз, деді. Байланыс үзілді. Ғабит қараңғы бөлмеде жалғыз қалды. Енді оның алдында екі жол тіреді. Інісін құтқару, немесе өзінің қылмысын жасыру. Ғабит түні бойы ұйықтай алмады. Белгісіз адамның сөзі құлағынан кетпей қойды. Менде сол түннен қалған дәлел бар. Таңға жуық телефонына хабарлама келді. Бүгін сағат 15:00. Ескі диірмен, жалғыз кел. 5 миллион теңге. Ғабиттің жүрегі зу етті. Мұндай ақшаны бір күнде табу оңай емес. Бірақ дәлел полицияның қолына түссе, бәрі аяқталады. Сол сәтте бөлмеге Күләш ана кірді. Бүгін адвокатқа барасың ба? Барам. Ғабит, Нұрбек саған сеніп отыр. Ғабит үнсіз қалды. Балам, деді анасы. Әлі кеш емес, шындықты айт. Апа, енді бәрін мойындасам, жағдай одан сайын қиындайды. Күләш ана ұлына ұзақ қарады. Жағдай емес, сенің жүрегің қиындап бара жатыр балам. Бұл сөз Ғабитке ауыр тиді. Түстен кейін ол ескі диірменге келді. Көп ұзамай қара күртеше киген ер адам пайда болды. Ақша келдің бе? Алдымен дәлелді көрсет. Бейтаныс адам телефонын шығарды. Экранда сол түнгі жол көрінді. Көк көлік тоқтап. Бірнеше секундтан кейін жүргізуші есік ашылып, сыртқа Ғабит шықты. Оның жүзі анық көрінетін. Ғабиттің тынысы тарылды. Мұны қайдан алдың? Жақын маңдағы дүкеннің сыртқы камерасынан. Иесі жазбаны өшірмек болған. Мен көшіріп алдым. Ақшанды ал да, жазбаны өшір. Ер адам жымиып. Бүгін өшірем. Ертең тағы көшірмесі табылып қалмасына кім кепіл? Ғабит оның ойын енді түсінді. Бұл бір реттік ақша сұрау емес еді. Бұл бітпейтін қорқыныштың басы. Ал сол уақытта Нұрбек тергеу изоляторында ағасын күтіп отырды. Күзетші есікті ашқан сайын елең ете қалады. Адвокат келген шығар. Бірақ ешкім келмеді. Кешке қарай оған анасының әкелген сәлемдемесін берді. Ішінде таза киім, нан, кәмпит және кішкентай қағаз бар екен. Нұрбек қағазды ашты. Анасының қолтаңбасы. Балам, мен сені бұл жерде қалдырмаймын. Шындық бір күні міндетті түрде ашылады. Тек жүрегіңді қарайтпа. Нұрбектің көзінен жас тамды. Ол қағазды кеудесіне басты. Сол сәтте камерадағы жасы үлкен кісі оған қарап, біреудің күнәсін көтеріп жүрсің бе балам, деді. Нұрбек селк ете қалды.
Неге олай дейсіз? Қария күрсінді. Өйткені кінәлі адамның көзінде қорқыныш болады. Ал сенің көзінде біреуді күткен үміт бар. Нұрбек үндемеді. Бірақ сол түні оның көкейінде алғаш рет ауыр сұрақ туды. Ғабит аға, мені шынымен құтқарғысы келе ме? Әлде мені ұмыта бастады ма? Нұрбектің қамауда отырғанына 2 апта өтті. Алғашқы күндері ол әр таңды үмітпен қарсы алатын. Бүгін Ғабит аға келеді. Бүгін адвокат келеді. Бірақ күн артынан күн өтіп жатты. Адвокат та көрінбеді. Ғабит те келмеді. Тек Күләш ана аптасына 2 рет сәлемдеме жіберіп, баласының жағдайын сұраумен болды. Бір күні Нұрбекті кездесуге шақырды. Темір тордың арғы жағында анасы отыр екен. 2 аптада Күләш ана бірнеше жылға қартайып кеткендей көрінді. Апа, құлыным. Екеуі телефон тұтқасын көтерді. Ғабит аға қайда? Деді Нұрбек. Анасы жауап беруге қиналды. Жұмыстары көбейіп кетті дейді. Нұрбек ащы жымиды. Мен осында отырмын. Оның жұмысы көбейіпті. Күләш ананың көзінен жас шықты. Балам, бәрін айт. Әлі кеш емес. Нұрбек басын шайқады. Егер қазір айтсам, ағам да қамалады. Әкеміз ше? Сіз ше? Біз бір амалын табармыз. Ғабит аға уәде берген. Мені шығарады. Ол мұны анасына емес, өзіне айтып отырғандай еді. Ал Ғабит сол уақытта аудан орталығындағы мейрамханада әлгі бопсалаушымен тағы кездесіп отырды. 5 миллионды бердім. Енді менен не керек? Деді Ғабит ашуланып. Ер адам сабырмен шайын ішті. Ақша таусылады Ғабит мырза. Ал мендегі бейне жазба таусылмайды. Сен оны өшірдім дегенсің. Бір көшірмесін. Ғабит жұдырығын түйді. Тағы қанша? 3 миллион. Менде ондай ақша жоқ. Онда полицияға барам. Ғабиттің маңдайынан суық тер шықты. Маған 1 апта бер. 3 күн. Бейтаныс адам орнынан тұрып кетіп қалды. Ғабит жалғыз қалды. Сол сәтте телефоны шырылдады. Анасы екен. Ғабит, бүгін Нұрбекпен кездестім. Ғабит үнсіз тыңдады. Ол әлі саған сеніп отыр балам. Апа, қазір сөйлесе алмаймын. Қашан сөйлесесің? Інін сен үшін кемір тордың аржағында отыр. Мен де оңай жағдайда жүрген жоқпын. Бірақ сен бостандықтасың, Ғабит. Бұл сөзден кейін үнсіздік орнады. Күләш ана баяу ғана. Бір күні інін бостандыққа шығар. Бірақ сол күні оның көзіне қалай қарайсың? Осыны ойла, Спрет деді. 3 күннен кейін тергеуші Нұрбекті қайта шақырды. Үстел үстінде жаңа құжат жатты. Нұрбек, жәбірленуші бүгін есін жіді. Нұрбектің жүрегі дүрсілдеп кетті. Не деді? Тергеуші оған тік қарады. Ол жүргізушіні көргенін айтты. Нұрбектің өңі қашты. Және оның сипаттамасы сізге мүлде ұқсамайды. Бөлме ішін ауыр тыныштық басты. Нұрбек алғаш рет ағасын қорғау үшін айтқаған өтіріктің қабырғасы сөгіле бастағанын сезді. Тергеуші Нұрбектің алдына куәгердің жауабын қойды. Жәбірленушінің аты Болат Сәрсенұлы, 52 жаста. Бүгін таңертең толық есін жиды. Нұрбек үнсіз отырды. Ол жүргізушіні анық көргенін айтады. Жасы 30-дар шамасында, денелі, үстінде ашық түсті күрте болған. Тергеуші сәл кідірді. Сіздің жасыңыз 23-те. Дене бітімімізде сипаттамаға сәйкес келмейді. Нұрбектің тамағы құрғап кетті. Қараңғы болған шығар. Мүмкін, бірақ тағы бір мәселе бар. Тергеуші жанармай бекетінен алынған суретті көрсетті. Жәбірленуші осы көлікті таныды. Нұрбек төмен қарады. Нұрбек, деді тергеуші жұмсағанмен. Сіз біреуді қорғап отырсыз. Мен мұны алғашқы күннен сездім. Жоқ. Ағаңыз бар ма? Нұрбек селкете қалды. Бар. Ғабит Жақыпұлы. Нұрбек үндемеді. Көлік кімнің атына тіркелгенін тексердік. Ғабит Жақыпұлының атына. Нұрбектің жүрегі дүрсілдеп кетті. Тергеуші оған еңкейе түсті. Қазір шындықты айтсаңыз, бәрін өзгертуге әлі мүмкіндік бар. Нұрбектің көз алдына анасының жылаған жүзі келді. Әкесінің сырқаты. Ғабиттің сені көп отырғызбаймын, ант етемін деген сөзі есіне түсті. Көлікті мен рұқсатсыз алғанмын, деді Нұрбек ақыры.
Тергеуші ауыр күрсінді. Жарайды, бірақ шындықтың өз жолы бар. Оны мәңгі жасыра алмайсыз. Сол күні Болаттың ауруханадағы палатасына бір адам келді. Бұл Ғабит еді. Ол есікті ақырын ашып, «Ассалаумағалейкум». Болат басын бұрып, келген адамға қарады. Бірнеше секунд үнсіз жатты. Кенет оның жүзі өзгерді. «Сен...» Ғабиттің бойынан суық тер бұрқ етті. «Мені танисыз ба?» Болат көзін сығырайтып қарады. «Сол түні көліктен түскен сен едің». Ғабиттің аяғы дірілдеп кетті. Ол есікті жауып, Болаттың төсегіне жақындады. «Аға, сізбен сөйлесуге келдім». «Не туралы?» Ғабит қалтасынан қалың конверт шығарды. Болат оған қарап, бәрін түсінді. «Үндемеуім үшін ақша әкелдің бе?» Ғабит жауап бере алмады. Болаттың жанарына ашу толды. «Ал сенің орнына отырған бала кім?» Ғабит төмен қарады. «Інім». Болат ұзақ үнсіз қалды. Сосын бір ғана сұрақ қойды. «Туған ініңді өз күнәң үшін түрмеге жібердің бе?» Бұл сұрақ Ғабитке шапалақтан да ауыр тиді. Ал палата есігінің сыртында олардың әңгімесін бір адам үнсіз тыңдап тұрған еді. Палата есігінің сыртында тұрған адам Болаттың қызы Айсәуле еді. 25 жастағы бойжеткен әкесіне дәрі-дәрмек әкеліп, палатаға кірмек болған. Бірақ іштен естілген әңгімені тыңдап, табалдырықта қатып қалды. «Туған ініңді өз күнәң үшін түрмеге жібердің бе?» Айсәуленің қолындағы пакет дірілдеп кетті. Палата ішінде Ғабит үнсіз тұрды. «Болат аға, мен қорқып кеттім», деді ол ақыры. «Бәрін түзетемін». «Нені түзетесің?» деді Болат ашуланып. «Мені қақып кеткеніңді ме? Әлде жазықсыз ініңді түрмеге жапқаныңды ма?» Ғабит конвертті үстелге қойды. «Емделуімізге керек болады». Болат конвертті қолымен қағып жіберді. Ақша еденге шашылып түсті. «Алып кет». Ғабит еңкейіп ақшаны жинамақ болғанда есік ашылды. Табалдырықта Айсәуле тұр еді. «Әке». Ғабиттің өңі қашты. Қыз оған тік қарады. «Бәрін естідім. Қарындасым, сен дұрыс түсінбедің. Мен сіздің қарындасыңыз емеспін». Айсәуленің даусы дірілдеді. «Әкем бірнеше күн ажалмен арпалысты. Ал сіз кінәңізді туған ініңізге жақтыңыз ба?» Ғабит ештеңе айта алмады. «Егер сіз бүгін өзіңіз полицияға бармасаңыз, мен барам». Ғабит қызға жалт қарады. «Ойланып сөйле. Бұл жерде сен білмейтін жағдайлар бар». «Қандай жағдай? Жазықсыз адамды түрмеге жіберуді ақтайды». Жауап болмады. Ғабит ақшасын жинап есікке беттеді. Шыға бере тоқтап. «Маған бір күн беріңіздер», деді. Болат теріс қарады. «Сенің інін әр сағатын кемір тордың ар жағында өткізіп жатыр. Ал сен тағы бір күн сұрайсың». Ғабит үнсіз шығып кетті. Сол кеште Айсәуле әкесінің жанында ұзақ отырды. «Әке, полицияға бәрін айтамыз». Болат күрсінді. «Айтамыз, қызым. Бірақ алдымен бір нәрсені анықтауым керек». «Мені?» Нұрбек мұны өз еркімен мойнына алды ма, әлде оны мәжбүрледі ме? Ертеңнен Нұрбекке тағы да кездесу бар екенін хабарлады. Ол бөлмеге кіргенде бейтаныс қызды көрді. «Сіз кімсіз?» Айсәуле әйнектің арғы жағынан телефонды көтерді. «Мен Болаттың қызымын». Нұрбектің өңі бірден өзгерді. «Әкеңіз қалай?» Айсәуле таң қалды. Өзінің тағдыры қыл үстінде тұрса да, бұл жігіт ең алдымен әкесінің жағдайын сұрады. «Жақсарып келеді». Нұрбек көзін жұмып. «Құдайға шүкір». Айсәуленің жүрегі шым етті. «Нұрбек, мен кеше Ғабитпен сөйлескен әңгімені естідім». Нұрбек бірден басын көтерді. «Ғабит ағамен?» «Иә, ол әкеме ақша ұсынды». Нұрбектің қолындағы телефон дірілдей бастады. «Не үшін?» Айсәуле оның көзіне тіке қарады. «Үндемеу үшін». Нұрбек үнсіз қалды. Әкем жүргізушінің Ғабит екенін таныды. Нұрбектің жанарында бір сәт үміт пайда болып, қайта сөніп қалды. «Мұны полицияға айтпаңыздар». Айсәуле сенбей қарады. «Не?» «Өтінемін. Ол сізді сатып кетті, Нұрбек». Нұрбек басын төмен салды. «Ол менің ағам». Айсәуле біраз үнсіз отырды да, «Ал сіз оның інісі емессіз бе?» деді.
Осы бір ауыз сөз Нұрбектің жүрегіне қадалғандай болды. Телефонды ұстаған қолы қалтырады. Өйткені ол алғаш рет өзінен «Мен ағамды қорғап жүрмін. Ал ағам мені қорғау үшін не істеді?» деп сұрады. Айсәуле кеткеннен кейін Нұрбек камераға оралып, ұзақ уақыт үнсіз отырды. Ал сіз оның інісі емессіз бе? Қыздың осы сөзі санасында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Ол бала күнін есіне алды. Ғабит оны мектепке жетектеп апаратын. Біреу тиіссе алдынан шығатын. Әкесі ұрысқанда Нұрбекке тимеңіз, кінәменен деп қорғайтын. Сол ағам қайда кетті? Нұрбектің көзіне жас келді. Камерадағы қария оның жанына отырды. Күтуден шаршадың ба балам? Ағам жаман адам емес. Мен оны жаман деген жоқпын. Ол қорқып жүр. Қария күрсінді. Қорқу адамға тән. Бірақ өзімді құтқару үшін басқа адамды құрбан ету таңдау. Нұрбек үнсіз қалды. Келесі күні ол тергеушіден ағасымен кездестіруді сұрады. Ғабит келгенде Нұрбек оны бірден танымастай күйде көрді. Жүзі жүдеу, көзінің асты қарайып кеткен. Екеуінің ортасында қалың әйнек. Ғабит телефонды көтерді. Қалайсың інім? Жақсым. Адвокат іздеп жүрмін. Аз қалды. Нұрбек ағасының сөзін бөлер. Болат ағаның есін жиғанын білем. Ғабиттің жүзі өзгерді. Оған барғаныңызды да білемін. Үнсіздік. Ақша не үшін ұсындыңыз? Нұрбек, сен түсінбейсің. Түсіндіріңіз. Ғабит көзін төмен сүрді. Мен бәрімізді құтқаруға тырысып жүрмін. Нұрбек ащы жымиды. Бәрімізді ме? Бұл сөз Ғабитті селк еткізді. Аға, мен сізден бір-ақ нәрсе сұраймын. Айт. Шындықты өзіңіз айтыңыз. Ғабит басын көтерді. Не? Полицияға барыңыз. Бәрін мойындаңыз. Сен есіммен адастың ба? Қазір мойындасам, мені бірден қамайды. Нұрбектің жанары мұғайып кетті. Ал мен қайда отырмын? Ғабит үнсіз қалды. Мен сіздің орныңызға отырғанда қорықпадым дейсіз бе? Анамды ойламадым ба? Әкемді ойламадым ба? Нұрбектің даусы дірілдей бастады. Бірақ сіз інім дедіңіз. Мен сендім. Ғабит әйнекке алақанын қойды. Маған тағы уақыт бер. Нұрбек те алақанын әйнекке тигізді. Бала күнінде осы қол оны талай рет жетектеген еді. 3 күн аға. Нұрбек, 3 күннен кейін өзіміз келіп шындықты айтпасаңыз? Ол сөйлемін аяқтай алмады. Ғабит баяу. Сонда не істейсің деді. Нұрбектің көзінен бір тамшы жас сырғып түсті. Білмеймін. Бірақ бұдан бұлай сіздің өтірігіңіз үшін анамның алдында да, әкемнің алдында да өтірік айтқым келмейді. Ғабит кездесуден шығып көлігіне отырды. Телефонына тағы хабарлама келді. Бопсалауыштан. Ақша дайын ба? Ертең соңғы күн. Ғабит ашумен телефонды орындыққа лақтырып жіберді. Бір жағында туған інісі, екінші жағында түрме мен масқара болдан қорыққан өз өмірі. Дәл сол сәтте тағы бір хабарлама түсті. Бұл жолы белгісіз нөмірден еді. Ақша бермеңіз. Сізді бопсалап жүрген адамның кім екенін білемін. Кездескіңіз келсе, бүгін кешке жалғыз келіңіз. Ғабит экранға ұзақ қарады. Оның басына енді басқа ой келді. Мүмкін бәрін Нұрбекке мойындатқан күйі қалдырудың тағы бір жолы бар шығар. Кешкі сағат 9-да Ғабит хабарламада көрсетілген жерге келді. Ауылдан 5 шақырым жердегі ескі жанармай бекеті көптен бері жұмыс істемейтін. Айнала қараңғы. Жел бос қаңылтырларды сықырлатады. Ғабит көлігінен түспей біраз отырды. Кенет қараңғылықтан бір адам көрінді. Ол жақындап келіп, «Түсіміз Ғабит», деді. Дауыс таныс сияқты. Ғабит көліктен түсті. «Сен кімсің?» Ер адам жарыққа шыққанда Ғабиттің көзі шарасынан шыға жаздады. «Ерлан?» Бұл оның бұрынғы жүргізушісі еді. «Сен қайдан жүрсің?» «Сізді бопсалап жүрген адамды білемін». «Кім ол?» Ерлан бірден жауап бермеді. «Апат болған түні мен сіздің артыңыздан келе жатқанмын». Ғабиттің жүрегі зу етті. «Не үшін?» «Сіз маған ауданнан тауар алып келуді тапсырдыңыз. Ұмыттыңыз ба?» Ғабит сол түнді есіне түсірді. «Сонда бәрін көрдің бе?» «Көрдім». Ғабит бір қадам кейін шегінді. «Неге полицияға айтпадың?» Ерлан ауыр күрсінді. «Қорықтым. Жұмысымнан айырылғым келмеді».
Бірақ Нұрбектің сіздің орныңызға қамалған естігенде үндемей жүре алмадым. Бопсалаушы кім? Жанармай бекетінде істеген Бекен. Камерадағы жазбаны сол алған. Ғабит жұдырығын түйді. Жазба тағы кімде бар? Білмеймін. Бірақ менде одан да маңызды нәрсе бар. Ерлан телефонын шығарды. Сол түні көлігімдегі бейнетіркегіш жұмыс істеп тұрған. Ғабиттің өмі әп-сәтте өзгерді. Өшір оны. Өшірмеймін. Қанша ақша керек? Ерланның қабағы түйілді. Маған ақша керек емес. Онда не керек? Нұрбекті босатыңыз. Ғабит үндемей қалды. Ертең полицияға барамын, деді Ерлан. Бейне жазбаны берем. Тоқта. Ғабит оның қолынан ұстап қалды. Маған 3 күн бер. Ерлан қолын жұлып алды. 3 күнді сізге Нұрбектің өзі беріпті. Мен оны да естідім. Ғабит селк ете қалды. Қайдан білесің? Ауылда сөз жата ма? Ерлан көлігіне қарай беттеді. Ертең түске дейін өзіңіз мойындасаңыз, жазбаны маған пайдаланудың қажеті болмайды. Бармасаңыз, мен барам. Сол түні Ғабит үйге оралғанда, әкесі аулада жалғыз отыр екен. Жақып ақсақал. Отыр, деді. Ғабит әкесінің жанына отырды. Балам, мен саған бір сұрақ қояйын. Айтыңыз. Егер түрмеде отырған Нұрбек емес, сен болсаң, інін сені құтқару үшін не істер еді? Ғабит жауап бере алмады. Ол сен үшін бәрін берер еді, деді әкесі. Өйткені ол сені ағам деп өсті. Қарт орнынан тұрып үйге беттеді. Есікке жеткенде тоқтады. Ал сен інің үшін не беруге дайынсың, Ғабит? Таң атты. Нұрбектің берген 3 күннің соңғы күні еді. Сағат 11-ден асқанда аудандық полиция бөлімінің алдына қара көлік келіп тоқтады. Көліктен Ғабит түсті. Ол ғимаратқа ұзақ қарап тұрды. Қолында бір бума құжат бар. Бірнеше қадам жасап есікке жақындады. Бірақ дәл сол сәтте телефоны шырылдады. Ғабит Жақыпұлы ма? Иә. Сізге әкеңізге байланысты хабарласып тұрмыз. Ғабиттің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Әкеме не болды? Арғы жақтан айтылған сөзді естігенде қолындағы құжаттары жерге шашылып түсті. Әкеңіздің жүрегі ұстап қалды. Қазір аудандық ауруханаға жеткізілді. Ғабиттің қолынан телефоны түсіп кете жаздады. Жағдайы қалай? Ауыр. Тезірек келіңіз. Ғабит полиция бөлімінің есігіне қарады. Бір қадам ғана қалды. Бірақ ол жерге шашылған құжаттарды асығыс жинап, көлігіне қарай жүгірді. Аурухана дәлізінде Күләш ана жылап отыр екен. Апа, әкең сені сұрап жатыр. Ғабит палатаға кірді. Жақып ақсақалдың өмі қуарып кеткен. Оттегі түтігі жалғанған. Бірақ баласын көргенде көзін ашты. Ғабит, әке, мен осындамын. Ол әкесінің қолын ұстады. Полицияға бардың ба? Ғабиттің тамағына өксік тығылды. Бара жатыр едім. Қарт көзін жұмып, ауыр дем алды. Тағы да едің. Бұл сөздер Ғабиттің жүрегін тіліп өткендей болды. Әке, сен кішкентай кезінде Нұрбек ауырып қалған есіңде ме? Ғабит үнсіз басын изеді. Ол 4 жаста еді. Түнде қызуы көтеріліп, сен таң атқанша қасында отырдым. Ініме бірдеңе болса, мен де өмір сүрмеймін деп жылағансың. Ғабит көз жасын сүртті. Есімде. Сонда сол бауырымды қайда жоғалттың, балам? Ғабит басын төмен салды. Мен қорқып кеттім, әке. Қорыққаным үшін сені айыптамаймын. Бірақ қорқынышыңды ініңнің тағдырымен төлеме. Қарттың даусы әлсірей бастады. Әке, сөйлемей-ақ қойыңыз. Жақып ақсақал баласының қолын қаттырақ қысты. Маған бір нәрсе уәде бер. Айтыңыз. Нұрбекті үйге қайтар. Ғабит еңіреп жіберді. Қайтарам, әке. Ант етемін. Бұл жолы антыңды бұзба. Дәл сол уақытта тергеу изоляторында Нұрбекті тергеуші шақыртты. Сізге бір жаңалық бар, деді ол. Нұрбектің жүрегі дүрсілдеді. Ғабит аға келді ме? Ағаңыз бүгін полиция бөлімінің алдына келген. Нұрбектің жанары жарқ ете қалды. Мойындады ма? Тергеуші басын шайқады. Жоқ, ғимаратқа кірмей кетіп қалды. Нұрбектің жүзіндегі үміт бір сәтте жоғалды. 3 күндік мерзім аяқталған еді. Ол көзін төмен түсіріп, түсінікті. Нұрбек, енді сізден соңғы рет сұраймын.
Көлікті кім жүргізді? Ұзақ үнсіздік орнады. Нұрбектің көз алдына ағасының бейнесі келді. Бірақ бұл жолы ол бұрынғыдай бірден жауап берген жоқ. Маған аздап уақыт беріңізші. Ал ауруханада Ғабит әкесінің палатасынан шыққанда, дәлізде Ерлан күтіп тұр екен. Оның қолында кішкентай флеш жад бар. Уақыт бітті, Ғабит. Ғабит оған үнсіз қарады. Ерлан флеш жадты көтерді. Енді бұл дәлел полицияға барады. Ғабит көзін жұмып терең дем алды. Сосын алғаш рет қорқынышсыз: бірге барайық, деді. Осы екі сөзді айту үшін оған туған інісінің бостандығы, анасының көз жасы және әкесінің жүрек талмасы керек болған еді. Ғабит пен Ерлан полиция бөліміне қатар кірді. Кезекші қызметкер: «Кімге келдіңіздер?» деп сұрады. Ғабиттің дауысы дірілдеді. «Тергеушіге жол апатына байланысты мойындайтын нәрсем бар». Бірнеше минуттан кейін олар Нұрбектің ісін жүргізіп жатқан тергеушінің алдында отырды. Ғабит қолдарын тізесіне қойып төмен барады. «Айтыңыз», деді тергеуші. Ғабит терең дем алды. «Сол түні көлікті Нұрбек емес, мен жүргіздім». Бөлме іші тына қалды. «Қайталап айтыңыз». «Жол апатын мен жасадым. Қорқып кетіп, оқиға орнынан кеттім. Үйге келген соң, інімнен кінәні мойнына алуын сұрадым». Тергеушінің жүзі қатуланды. «Ал Нұрбек неге келісті?» Ғабиттің көзінен жас шықты. «Өйткені ол маған сенді. Осы сөзді айту оған бәрінен ауыр тиді». Ерлан флеш жадты үстелге қойды. «Менің көлігімдегі бейнетіркегіштің жазбасы». Ғабиттің көліктен түскені көрінеді. Ғабит қалтасынан телефонын да шығарды. «Мені бопсалаған адамның хабарламалары осында. Мен оған ақша да бердім». Тергеуші бәрін қабылдап алып: «Сіздің мойындауыңыз тек жол апатына қатысты емес, тергеуді жаңылыстыруға байланысты әрекеттеріңіз де тексеріледі», деді. Ғабит басын изеді. «Түсінемін. Неге дәл бүгін келдіңіз?» Ғабит ұзақ үнсіз қалды. «Өйткені кеше ғана түрмеден қорқып жүрдім. Бүгін інімнің алдында адам болып қалмаудан қорқам». Бірнеше сағаттан кейін Нұрбекті тергеушіге алып келді. Есіктен кіргенде ол Ғабитті көрді. Екі ағайынды үнсіз бір-біріне қарады. Ғабит орнынан тұрды. «Інім...» Нұрбек тоқтап қалды. «Бәрін айттым», деді Ғабит. «Кешір мені». Нұрбектің көзінен жас шықты. Бірақ ол ағасына жүгіріп барып құшақтамады. «Неге 3 күн күттіңіз?» Ғабит жауап бере алмады. «Неге менің осы жерде өткізген әр түнім керек болды сізге?» «Қорқақ болдым». Нұрбек басын жайқады. «Мен сізді түрмеден қорқады деп ойладым. Бірақ сіз мені жоғалтудан қорықпадыңыз». Ғабиттің жанары төмен түсті. «Енді қорқамын». Нұрбек үнсіз бұрылды. Кешке қарай іс бойынша Нұрбектің қамауда қалуына негіз болған жағдайлар қайта қарауға жіберілді. Күләш ана жаңалықты естігенде қолын жайып: «Я Алла, баламды үйге қайтара көр», деп жылады. Ал Жақып ақсақал аурухана төсегінде көзін жұмып «Шүкір», деді. Бірақ бәрі аяқталмаған еді. Ертеңінде тергеушіге Болаттың қызы Айсәуле келді. «Мен тағы бір нәрсе айтуым керек», деді ол. «Не туралы?» Айсәуле телефонын үстелге қойды. «Ғабит әкемнің палатасына келген күні олардың әңгімесін жазып алғанмын». Тергеуші аудионы тыңдай бастады. Бір кезде оның қабағы түйілді. Жазбаның соңғы жағында Ғабит пен Болаттың сөзінен бөлек есік сыртынан тағы бір ер адамның дауысы анық естілді. Тергеуші жазбаны кері айналдырып қайта тыңдады. «Мына дауыс кімдікі?» Айсәуле басын шайқады. «Білмеймін». Тергеуші үнсіз қалды. Өйткені бұл дауыс Ғабитті бопсалаған адамның дауысына өте ұқсас еді. Демек, Бекен ауруханада да болған. Ал оның Ғабитті жай ғана кездейсоқ бопсаламағаны енді анықтала бастаған еді. Тергеуші аудиожазбаны бірнеше рет тыңдады. «Бекен ауруханада болған болса, демек ол Ғабитті бақылап жүрген», деді ол. Ерланды қайта шақыртып, жазбаны тыңдатты. «Дауысты танисыз ба?» Ерлан бірден басын изеді. «Бекен, дауысы анық. Оның Ғабитпен бұрыннан мәселесі болған ба?» Ерлан ойланып қалды. «Болған. Қандай?» 3 жыл бұрын Ғабит оны қоймада жұмыс істеп жүрген жерінен шығарып жіберген. Ақша жоғалған еді. Ғабит ұрлықты Бекеннен көрді. Дәлелденді ме? Жоқ. Бірақ содан кейін Бекен ауылдан кетіп қалған. Тергеуші орнынан тұрып:
Демек бұл жай ақша табудың амалы болмауы мүмкін. Сол күні түстен кейін Нұрбекті тағы шақырды. Ол бөлмеге кіргенде адвокат пен тергеуші күтіп отыр екен. Нұрбек Жақыпұлы, іс бойынша жаңа дәлелдермен Ғабит Жақыпұлының мойындауына байланысты сізді қамауда ұстауға негіз болған мән-жайлар өзгерді. Босату туралы шешім шықты. Нұрбек бірден түсіне алмай қалды. Сонда үйге барам ба? Иә. Осы бір ауыз сөзді ол қанша күн күтті. Бірақ қуаныштан айқайламады. Тек көзін жұмды. Көзінен үнсіз жас ақты. Тергеу изоляторының темір қақпасы ашылды. Сыртта Күләш ана тұр екен. Нұрбегім! Нұрбек анасын көргенде өзін ұстай алмады. Апа! Екеуі құшақтасып ұзақ жылады. Кешір балам, сені қорғай алмадым. Сіз кінәлі емессіз, апа. Нұрбек айналасына қарады. Әкем қайда? Ауруханада, сені күтіп жатыр. Нұрбек бір сәт кідірді. Ал Ғабит аға ше? Күләш ана жауап бермеді. Нұрбек бәрін түсінді. Ол бірден ауруханаға барды. Палата есігін ашқанда Жақып ақсақал төсекте жатыр екен. Әке! Қарт көзін ашты. Баласын көргенде ерні дірілдеді. Нұрбек! Нұрбек әкесінің жанына барып қолын ұстады. Мен келдім, әке. Жақып ақсақал баласының маңдайынан сипады. Сені осылай көретін күнге жеттім ау. Нұрбек әкесінің қолына маңдайын қойып үнсіз жылады. Біраздан кейін әкесі: Ағаңа ренжулесің бе? Деп сұрады. Нұрбек жауап бермеді. Ренжуге хақың бар, балам. Бірақ жүрегіңді кекке берме. Мен оны жек көрмеймін, әке. Онда неге көзім мұңды? Нұрбек терезеге қарады. Бұрын Ғабит ағаға өмірімді сеніп тапсыра алатынмын. Енді бір бөлмеде отырып сөйлесе аламын ба, соны білмеймін. Жақып ақсақал ауыр күрсінді. Сынған сенім сүйек сияқты емес, балам. Оны гипспен таңып қоя алмайсың. Қайта қалпына келу үшін уақыт керек. Сол кеште Нұрбек үйіне оралды. Өз бөлмесінің есігін ашып, ұзақ қараттырды. Бәрі бұрынғы қалпында. Бірақ өзі бұрынғы Нұрбек емес еді. Үстел үстінде кішкентай конверт жатты. Сыртына ініме деп жазылған. Ғабиттің қолтаңбасы. Нұрбек конвертті ашты. Ішінде бір парақ қағаз ғана бар. Нұрбек, сен менен кешірім сұрамадың. Бірақ кешірімді мен сұрауым керек. Мен сенің ағаң болуға лайық болмадым. Нұрбек арғарай оқи алмай, хатты төмен түсірді. Ал соңғы жолында: Егер мен қайтып келмесем, әкем мен анама қарайлас. Бұл жолы өз күнәм үшін өзім жауап беремін, деп жазылған еді. Нұрбектің жүрегі шімете қалды. Өйткені бұл хат қоштасуға тым ұқсайтын. Нұрбек хатты қолына ұстап ұзақ отырды. Егер мен қайтып келмесем, осы сөз көңіліне тыныштық бермеді. Апа, Ғабит аға қайда? Күләш ана ас үйден шықты. Білмеймін, балам. Кеше тергеуші қайта шақырған. Содан бері үйге келген жоқ. Нұрбек телефонын алып ағасына қоңырау шалды. Телефон сөндірулі. Ол дереу ауданға аттанды. Полиция бөлімінде тергеуші Нұрбекті сабырмен тыңдады. Ағаңыз қашқан жоқ, уайымдамаңыз. Онда қайда? Ол қазір қамауда. Іс бойынша тергеу жалғасып жатыр. Нұрбектің жүрегі шым етті. Кеше ғана өзі отырған темір тордың арғы жағында енді Ғабит отыр. Онымен кездесуге бола ма? Біраз уақыттан кейін рұқсат берілді. Кездесу бөлмесіне Ғабитті алып кіргенде Нұрбек ағасын үнсіз қарсы алды. Бірнеше апта бұрын дәл осы жерде олардың орындары керісінше еді. Енді әйнектің ар жағында Ғабит отыр. Ол телефонды көтерді. Неге келдің? Нұрбек те тұтқаны алды. Хатыңызды оқыдым. Ғабит көзін төмен түсірді. Ол хатты сен бостандыққа шықпай тұрып жазғанның. Қайтып келмесем дегеніңіз не? Жасағаным үшін жауап берем дегенім. Нұрбек үнсіз қалды. Інім, деді Ғабит. Сенің кешіріміне лайық емеспін. Сіз мені неге таңдадыңыз? Ғабит басын көтерді. Не? Сол түні неге мен? Неге туған ініңізді құрбан еттіңіз? Ғабиттің көзінен жас шықты. Өйткені сенің маған жоқ дей алмайтыныңды білдім. Бұл жауап Нұрбекке бәрінен ауыр тиді. Демек, менің сізге деген сенімімді пайдаландыңыз. Е. Ғабит бұл жолы ақталмады. Мен сені жақсы көрмегендіктен емес,
Өзімді сенен артық көріп кеткендіктен жасадым. Нұрбек көз жасын сүртті. Мен түрмеде сізді күн сайын күттім. Білемін. Жоқ, білмейсіз. Әр есік ашылған сайын ағам келді деп ойладым. Әр түн сайын ертең бәрін шешеді деп өзімді жұбаттым. Ғабит әйнекке алақанын қойды. Кешірші. Нұрбек ағасының алақанына қарады. Бірақ өз қолын көтермеді. Мен сізді жек көрмеймін, аға. Бірақ дәл қазір кешіре де алмаймын. Ғабит үнсіз басын изеді. Мен соған да разымын. Нұрбек сыртқа шыққанда Айсәуле күтіп тұр екен. Әкеңіз қалай? Деді Нұрбек. Жақсы, жақында ауруханадан шығады. Айсәуле сәл кідіріп. Бірақ сізге айтатын тағы бір жаңалық бар. Қандай? Бекенді полиция тапқан. Нұрбек елең ете қалды. Ұстады ма? Иә. Оның телефонынан Ғабит ағаңыз туралы ғана емес, басқа адамдарға қатысты да жазбалар табылыпты. Қандай жазбалар? Айсәуле Нұрбекке ойлана қарады. Ең қызығы, апат болған түні Бекен сол жолда кездейсоқ жүрмеген сияқты. Нұрбектің қабағы түйілді. Сонда не үшін жүрген? Тергеушілер соны анықтап жатыр. Бірақ әкем бір нәрсені есіне түсірді. Нені? Айсәуленің даусы бәсеңдеді. Әкем жолға шығар алдында Бекенмен кездескен екен. Нұрбек үнсіз қалды. Оқиға енді қарапайым жол апатынан әлдеқайда күрделі болып бара жатты. Нұрбек Айсәулеге таңырқай қарады. Бекен әкеңізбен не үшін кездескен? Әкем де соны толық есіне түсіре алмай жүреді. Бүгін ғана айтты. Айсәуле әңгімесін бастады. Апат болған күні кешке Болат ауыл сыртындағы шағын дәмханаға барған. Сол жерде Бекен оны күтіп отырған екен. Бекен әкеме бір құжат көрсетіпті, деді Айсәуле. Қандай құжат? Ғабит ағаңыздың қоймасына қатысты. Нұрбек елең ете қалды. Қоймасына? 3 жыл бұрын Бекен сол жерде жұмыс істеген ғой. Ақша жоғалғанда оны ұры деп жұмыстан шығарып жіберген. Бірақ Бекен өзінің кінәсіз екенін дәлелдегісі келген. Болат ағаға не үшін барған? Айсәуле күрсінді. Әкем кезінде сол қойманың есеп қисабын жүргізген. Нұрбектің қабағы түйілді. Сонда жоғалған ақша туралы әкеңіз бірдеңе білген бе? Иә. Екеуі Болаттың палатасына кірді. Болат терезеге қарап отыр екен. Нұрбек, кел балам. Нұрбек жанына отырды. Болат аға, сол түні не болғанын айтып беріңізші. Болат ауыр күрсінді. Бекен маған ескі есеп қағаздарын әкелді. Қарасам, 3 жыл бұрын жоғалды деген ақшаны Бекен алмаған екен. Сонда кім алған? Болат біраз үнсіз қалды. Қойманың бұрынғы есепшісі. Кейін құжаттарды өзгертіп, кінәні Бекенге аударған. Ғабит ағам мұны білді ме? Білмеген сияқты. Ол кезде дәлелге емес, ашуына сенген. Нұрбек басын төмен түсірді. Бір адамның асығыс шешімі екінші адамның 3 жылдық кегіне айналған еді. Бірақ Бекен неге сізді сол түні жолда аңдыды? Мен оған ертең Ғабитке бәрін айтамын, атында ақтауға көмектесемін дедім. Ол келіскендей болды. Болат кідірді. Кейін мен жолға шықтым. Артынан бір көлік ерді. Бекен де? Иә. Осы кезде палатаға тергеуші кірді. Біз Бекеннің телефонын тексердік, деді ол. Бір қызық нәрсе табылды. Ол телефоннан хабарламаны көрсетті. Апаттан 10 минут бұрын Бекен біреуге: Ғабит жолға шықты. Болат та келе жатыр. Бүгін бәрі шешіледі деп жазған екен. Нұрбек шошып кетті. Кімге жіберген? Нөмір бөтен адамның атына тіркелген. Қазір анықтап жатырмыз. Болаттың жүзі өзгерді. Сонда апат кездейсоқ болмағаны ма? Әзірге олай айта алмаймыз. Тергеуші тағы бір суретті шығарды. Жол камерасынан алынған көмескі кадр. Ғабиттің көлігінің алдында тағы бір қара көлік кетіп барады. Ерланның бейне тіркегішін қайта қарадық. Апаттан бірнеше секунд бұрын осы көлік жол шетінде тоқтаған. Оның қандай қатысы бар? Деді Нұрбек. Тергеуші оған тік қарады. Болат мырза жолға өз еркімен шықпаған болуы мүмкін. Біреу оны кенет жолға шығуға мәжбүр еткен сияқты. Айсәуле әкесінің қолын қыса түсті. Кім? Тергеуші үнсіз қалды. Ал Болат кенет басын көтерді. Тоқтаңыз. Оның жүзі бозарып кетті. Мен есіме түсірдім. Нені? Болаттың даусы дірілдеді. Мен жолға өзім шыққан жоқпын. Палата іші тына қалды. Мені біреу арт жағымнан итеріп жіберді. Нұрбек пен Айсәуле бір-біріне қарады.
Егер Болаттың есіне түскені рас болса, Ғабит жасаған жол апатының артында олар ойлағаннан әлде қайда үлкен қылмыс жатқан еді. Палатада біраз уақыт ешкім тіл қатпады. Сізді кім итерді? Деді тергеуші. Болат көзін жұмып, сол түнді есіне түсіруге тырысты. Жол жиегінде тұрғанмын. Артынан біреу жүгіріп келді. Сосын қатты соққы сездім. Жолға құлағанымда көліктің жарығын ғана көрдім. Адамның жүзін көрдіңіз бе? Жоқ, бірақ Болат кенет тоқтады. Оның дауысын естідім. Не деді? Енді кімнің ұры екенін көресіңдер, деді. Нұрбектің жүрегі зу етті. Тергеуші бірден: Бекем бе? Деп сұрады. Болат баяу басын изеді. Дауысы соған ұқсайды. Келесі күні тергеушілер Бекеннен қайта жауап алды. Алдымен ол бәрін жоққа шығарды. Бірақ оның телефоны, камера жазбалары және Болаттың жауабы бір-бірімен қабыса бастады. Ақыры тергеуші алдына бір суретті қойды. Бұл сіздің көлігіңіз. Апаттан бірнеше минут бұрын жол жиегінде тұрған. Бекеннің жүзі өзгерді. Мен жай ғана сөйлесуге барғанмын. Болатты жолға itергенде жай әңгіме ме? Бекен үнсіз қалды. Бірнеше минуттан кейін оның иығы түсіп кетті. Мен оны өлтіргім келген жоқ. Онда не істегіңіз келді? Бекен екі қолмен бетін басты. Ғабит мені 3 жыл бұрын бүкіл ауылға ұры қылып көрсетті. Ешкім жұмыс қалмады. Отбасым бұзылды. Мен бәрінен айырылдым. Сондықтан кек алдыңыз ба? Болат шындықты тапқанда Ғабиттің алдына барып бәрін айтатынын білдім. Мен оның бір күнде бәрін түзеткенін қаламадым. Бекеннің көзінде жас тұрды. Ғабитті мен сияқты қорқсын дедім. Бір сәтке ғана. Ал Болатты неге итердіңіз? Ашумен. Бөлме іші үнсіз қалды. Бір сәттік ашу. Бір сәттік қорқыныш. Бір сәттік өтірік. Бірақ сол бірнеше сәт қаншама адамның тағдырын өзгерткен еді. Нұрбек бұл жаңалықты естігенде ұзақ үнсіз отырды. Айсәуле, сонда әкемді Ғабит ағаңыз әдейі қақпаған екен, деді. Иә, бірақ ол тоқтап, көмектесудің орнына қашып кетті. Сосын мені өз орнына жіберді. Нұрбек терең күрсінді. Біреудің қателігі екіншісінің күнәсін ақтамайды. Айсәуле оған таңдана қарады. Сіз өзгеріп кетіпсіз. Темір тор адамға көп нәрсе үйретеді екен. Бірнеше күннен кейін Нұрбек Ғабитпен тағы кездесті. Бекен бәрін мойындады, деді ол. Ғабит басын изеді. Естідім. Болат ағаны жолға ол итерген. Ғабиттің көзінен жас шықты. Егер сол түні тоқтап, жедел жәрдем шақырған қанда, мұның ешқайсысы болмас еді. Нұрбек алғаш рет ағасының жүзінен қорқыныш емес, шынайы өкініш көрді. Ғабит әйнекке алақанын қойды. Інім, мен сенен кешірім сұрауды да қоюым керек шығар. Кейбір нәрсеге кешірім сұрау аздық етеді. Нұрбек ұзақ үнсіз отырды. Сосын баяу қолын көтерді. Алақанын әйнектің арғы жағындағы ағасының алақанына тіреді. Ғабиттің ерні дірілдеді. Бұл мен сізді толық кешірдім деген сөз емес, аға. Білемін. Бірақ сіз бәрібір менің ағамсыз. Ғабит көзін жұмды. Екі ағайындының ортасында әлде қалың әйнек тұрды. Бірақ олардың арасындағы одан да қалың қабырға сол күні алғаш рет сөгіле бастаған еді. Арада 2 ай өтті. Қарасайға күз келіп, ауылдың айналасындағы ағаштар сары түске боялған еді. Тергеу аяқталуға жақындады. Бекеннің Болатты жолға itергені, кейін Ғабитті бопсалағаны дәлелдермен бекітілді. Ал Ғабит өз әрекеті үшін жауап беруге дайын екенін айтып, ештеңені жасырмады. Нұрбек болса бұрынғы өміріне оралуға тырысып жүрді. Бірақ кей түндері темір есіктің тарс еткен дауысы түсіне кіретін. Сондай күндердің бірінде ауруханадан Күләш ана қоңырау шалды. Нұрбек, тез жетші. Әкеңнің жағдайы нашарлап кетті. Нұрбектің жүрегі су ете қалды. Жақып ақсақалдың тынысы ауыр еді. Нұрбек төсегінің жанына отырды. Әке, мен келдім. Қарт көзін әрең ашты. Ғабит ше? Нұрбек үнсіз қалды. Әкесінің нені сұрап жатқанын түсінді. Оны әкеле алмайды ғой, әке. Жақып ақсақал баласының қолын қысты. Бір рет екеуіңді қатар көсем. Нұрбектің көзінен жас шықты. Кергеуші мен дәрігерлердің көмегімен
сол күні Ғабитке әкесімен қысқа уақыт кездесуге мүмкіндік туды. Палата есігі ашылғанда Ғабит кірді. Әке. Жақып ақсақал екі ұлына кезек қарады. Жүзінде әлсіз күлкі пайда болды. Балаларым, бері келіңдер. Ғабит бір жағынан, Нұрбек екінші жағынан отырды. Қарт екі ұлының қолдарын ұстап, бір-біріне қосты. Мен сендерге мал да дүниеде қалдыра алмаспын. Бірақ бір аманатым бар. Екі ұлы үнсіз тыңдады. Бір-бірінде жоғалтпаңдар. Ғабиттің иығы дірілдеді. Әке, мен бәрін білдірдім. Қателеспейтін адам жоқ балам. Бірақ қатесін мойындамайтын адам ғана одан сабақ алмайды. Сосын қарт Нұрбекке қарады. Ал сен балам, кешіру деген бәрін ұмыту емес. Кешіру жүрегіңді кекке бермеу. Нұрбек үнсіз жылады. Әке, мен тырсам. Жақып ақсақал екі ұлының қолын тағы бір рет қысты. Менің байлығым сендер едіңдер. Таңға жуық Жақып ақсақал дүниеден өтті. Күләш ананың зарлы даусы үй ішін жаңғыртты. Нұрбек әкесінің жанында үнсіз отырды. Ғабитке қаралы хабар қамауда жеткізілді. Ол қабырғаға сүйеніп отырып қалды. Әке, кешіріңіз. Бірақ бұл жолы оның даусын әкесі ести алмайтын еді. Әкесін жерлегеннен кейін Нұрбек аулада жалғыз отырды. Ол бала күнде әкесі отырғызған екі терекке қарады. Бірінің дімі түзу, екіншісі желден қисайып өсіпті. Бірақ тамырлары бір топырақта еді. Күләш ана жанына келді. Не ойлап отырсың, балам? Әкенді. Біраздан соң Нұрбек. Апа, Ғабит аға соттан келгенде жалғыз қалмасын деді. Күләш ана баласына қарады. Кешірдің бе? Нұрбек ұзақ ойланды. Әлі толық емес. Сосын екі терекке қайта қарады. Бірақ оның қайтадан адам болып өмір сүруіне мүмкіндік бергім келеді. Күләш ана баласының басынан сипады. Сол сәтте Нұрбек әкесінің соңғы аманатының мәнін түсінгендей болды. Кейде бауырды кешіру оның жасағанын ақтау емес. Қателігін қайталамайтын жолға қайта оралуына мүмкіндік беру еді. Арада бірнеше жыл өтті. Қарасай ауылының тіршілігі баяғы қалпында. Кек Жақып ақсақалдың үйінің алдындағы бос орын оның енді қайтып келмейтінін үнсіз еске салып тұратын. Ғабит жасаған ісі үшін сот алдында жауап берді. Ол кінәсін жасырмады. Болат та оның апатты әдейі жасамағанын айтты. Бірақ оқиға орнын тастап кетіп, жазықсыз інісін өз орнына жіберген әрекетінің өтеуі бар еді. Сол жылдар Ғабитке көп нәрсе үйретті. Ал Нұрбек өмірін қайта бастады. Ол анасына қарайласып, әкесінің шаңырағын сақтап қалды. Болат толық сауығып, Айсәулемен арадағы таныстықта сыйластыққа айналды. Бір күні таңертең Күләш ана терезеге қайта-қайта қарай берді. Бүгін келеді ғой, деді ол. Я, апа. Анасының қолдары дірілдеп кетті. Қанша қателессе де, балам ғой. Нұрбек үндемеді. Түске тамам қақпа сыртынан көлік тоқтаған естілді. Күләш ана орнынан атып тұрды. Есіктің алдында қолында шағын сөмкесі бар Ғабит тұр екен. Шашына ақ кірген. Жүзі де бұрынғыдай емес. Апа. Күләш ана баласына жетіп барып құшақтады. Құлыным. Ғабит анасының иығына басын қойып, баладай жылады. Біраздан кейін ол алдада тұрған Нұрбекті көрді. Екі ағайынды ұзақ уақыт үнсіз қарасып тұрды. Ғабит жақындады. Інім. Қош келдіңіз, аға. Ғабиттің жанары жасқа толды. Мен сенің алдында өмір бойы қарыздармын. Нұрбек басын шайқады. Маған қарыз болып өмір сүрмеңіз. Сонда қалай? Әкеміз айтқандай өмір сүрміз. Қателігіңізді қайталамаңыз. Сол жетеді. Ғабит ернін тістеп, көз жасын сүртті. Мені кешірдің бе? Нұрбек бірден жауап бермеді. Сосын ағасына жақында. Түрмеде отырған кезде сізді кешіру мүмкін емес сияқты еді. Кейін түсіндім. Мен сізді кешірмесем, сол кемір торды өз жүрегіме көшіріп алады екенмін. Ғабит төмен қарады. Нұрбек оның иығынан құшақтады. Кешірдім, аға. Ғабит інісін бауырына басты. Күләш ана екі ұлына қарап тұрып, көз жасын сүртті. Кешке ағайынды екеуі әкесінің қабіріне барды. Ғабит тізерлеп отырып, әке, мен кеш келдім. Бірақ аманатыңызды ұмытқан жоқпын, деді. Нұрбек ағасының жанына отырды.
Жел баяу есіп, айналадағы шөптер сыбдырлады. Қайтар жолда екеуі әкелері отырғызған қос теректің түгіне тоқтады. Ғабит қисайып өскен терекке қарап: «Мынау мен сияқты», деді мұңайып. Нұрбек жымиып: «Қисайғанымен тамыры үзілмепті ғой». Ғабит інісіне қарады. Екеуі үнсіз түсіністі. Өмір оларды қатты сынады. Бірі қорқыныштан бауырын құрбан етті. Екіншісі бауыр үшін бостандығын құрбан етті. Бірақ уақыт екеуіне де ең маңызды ақиқатты үйретті. Туғандық бір ханнан жаралу ғана емес. Туғандық қателескенде ақиқатты айту, сүрінгенде қол созу, ал кешірімге лайық болу үшін өзгеруге талпыну. Жақып ақсақалдың қос терегі желмен бірге баяу тербеліп тұрды. Тамырлары бір топырақта еді. Дәл сол сияқты екі ағайындының тағдыры да қанша алыстаса да қайта бір арнаға тоғысты. Өйткені кейде кешірім өткенді өзгерте алмайды. Бірақ ол болашақты өзгерте алады. Құрметті тыңдарман, әңгімемізді соңына дейін тыңдағаныңыз үшін шын жүректен алғыс айтамыз. Бұл оқиға сіздің де жүрегіңізге жетіп, өмір, бауырмалдық, сенім мен кешірім туралы ой салды деген үміттеміз. Есімізде болсын. Кейде кешірім өткенді өзгерте алмайды, бірақ болашақты өзгертуге күш береді. Егер әңгімеміз ұнаса, жүрек үні арнасына жазылып, лайк басып, пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз біз үшін өте маңызды. Жүрегіміз тыныш, шаңырағыңыз аман, жақындарыңыз әрдайым жаныңызда болсын. Келесі әсерлі әңгімеде қайта кездескенше. Жүрек үні. Жүректен шыққан сөз жүрекке жететін мекен.